Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух. Құрметті халқым, қазір сондай жаман заман болып тұр. Жылпостардың заманы, жалағыштардың заманы болып тұр. Әрбір әкім үлкендердің арт жағынан барып алып, артын тақылдатып, сіздікіне кіруге рұқсат па деп рұқсат сұрап тұратын заман болып тұр. Не бір журналистер жүр жағы, Бақытжан сияқты жағы арт жақтан рұқсат сұрап кірсек қалай болар екен, кірсек жақсы болар ма екен деп жүрген заман болып тұр. Мінекей көшеде қыздарымызды қыршын қиып пышақтап кетіп жатыр. Біреулер жүр әйелдерін атпан сүйреп өлтіріп, немесе тағы да сен атпан сүйреп кетем деп тұр. Алматыда міне әйелін пышақтап тастап жатыр. Мәйітті борбайынан алып пешке лақтырамыз деп жатыр. Тағы да депутаттар шығып жатыр. Халық 100 000 айлық алады екен, соның айлығын қысқартуымыз керек. Жүдә болмай кетті, көбейіп кетті деп жатыр. Енді мынау сахнаға шыққан ақындар жырлайтын нәрсе жоқ па? Қатындардың юбкасына кіресіңдер, қатындардың штанның ішіне кіріп аласыңдар, сол сасып кеткен жеріне тұмсықтарын тығып алып, састып бір белен айтып отырасыңдар. Сендердің тілдерің өте кетті ғой басқа жақтарға, қаңғып, лағып, анау әйелдердің орманның ішінен шыға алмай қалдыңдар ғой, немене бәле болып қалды. Аласыңдар, қатындардың дамбалын сұрайсыңдар. Бет қамады ғой сендерде. Сендердікі айтыс плюс 18 болып қалды ғой. Жаман болып кетті айтыстарың. Мұны сахнаға шығып алып, театрларда отырасыңдар. Ар жақтан Оралдан бір қыз келеді, бойдақ, ол ойбай сап шырпыр болып, маған плотник керек, шегесін кіргізетін деп ол отырады. Білмеймін, қандай бәле сөздер кетті. Біз міне біреу қосылайық дегеннен құтыла алмай отырған кездерде сендер қосылайықты басып озыңдар ғой. Аттарыңды қамшылап басып озып, қосылайықты тастап кеттіңдер артқа. Қосылайықтағы отырған қыздардың, қосылайықтағы отырған сөздегі ұлдардың сөздерінен сендердің сөздерің өтіп кетті. Ой ақындар, домбыраның беделін қатты түсіріп атқан жоқсыңдар ма? Енді жастарымыз жақында мынау домбыраның үнін естіген кездерде құлағын жауып қашатындай қылып атсыңдар ғой. Біздің мынау қазақтың домбырасы басқашалап сөйлетсеңдерші, қазағымыздың мына қасиетті домбыраларын. Не болып кетті сендерге? Мынау айтыс деген осындай екен деп ауыздарыңа не кіріп не шықпай жатыр. Жаман болып кеттіңдер сендер. Жырлайтын басқа ештеңе жоқ па не? Жырлайтын мемлекетімізде толып тұр ғой жағаны. Крематорий пеші ашып жатыр. Соны болмайды деп кішкене былай жөнге келтіріп айтсаңдар болмас па еді? Жағы үйсіз күйсіз жүрген қазақтар көбейіп кетті. Қазақтардың көбісі шындықты айтып бекерден бекер қамалып кетті. Анау аэропортта мына Айгерім сияқты қарындастарымыз, анау Ербол деген жігіт мынау Сүлеймен көшесінікі 16 жылға бекерден бекер қамалып кетті. Бұл ақын деген баяғыда халықтың мұң-мұңдап жырын жырлайтын еді. Сендер қазір қатындардың, әйелдердің ояқ-бұяғын жырлағаннан басқа ештеңе білмей қалдыңдар ғой. Әйелдердің орманына кіріп алдыңдар ғой, сәпсем. Орманның ішінде адасып кеткен жоқсыңдар ма? Сол шыға алмай жүрсіңдер ғой орманына кіріп алып. Құрып қалдыңдар ғой сендер. Немене бәле болып қалды сендердікі? Тоқтатсаңдаршы мынандай сөздеріңді. Не қайдағы бір бәлелерді айтып, ауыздарыңа не кіріп не шықпай жатыр. Балаға сөзден сәпсем кітаптан оқып отырғандай айтып, одан басқа жыр жоқ болып қалды ма? Әйелдердің ояқ-бұяғынан басқа отырып алып тұрып иістеніп кеттіңдер ғой сөздер. Өздерің иістендіңдер ме? Жүректерің иістенгеннен кейін, жүректерің шірік шалғаннан кейін ауыздарыңнан ірік сөз шығып, елдің барлығын біттіңдер санасын улап. Ақындар айтысы десе қазір біз
каналда ауыстырып жіберетіндей ақындар айтысына жаңағы қарауға мұршамыз келмей қалды. Ұяламыз ақындар айтысын көруге. Құдайдан қорқамыз сендердің айтыстарыңды көруге. Міне баяғы ақындар болған мынау Ораз ақын дегендер 29 жасында жасы қиылып жастай кетіп қалды. Сол ақындар десе болар еді. Сендерді білмеймін кімдер екен. Сендерді ақындар деп айтуға болмайды, сендер бәдіксіңдер, бәдіксіңдер. Сендерді ақын деп айтамаймын, бәдіксіңдер. Мінекей, Алла разы болсын. Логовойдың баласы қазір Таразда тұрып жатыр. Бұқыбаев, Ербол Бұқыбаев деген жігіт. Осының әрбір өлеңдерін тыңдаған кездерде көзіңе жас аласың. Қазіргі қазақтың басындағы қиыншылықтардың барлығын ап келіп, жүрегіңе кіргізген кездерде көзіңнен қалай жастың атып шығып кеткенін білмей қаласың. Міне ақын осындай болсаңдаршы. Баяғы ақындар сондай еді ғой, міне ақындардың барлығы. Қан емессің, қасқырсың, қас албасын, басқырсың деп жағы қандарға сөйтіп өлең айтып жатқан ақындар еді. Сендер білмеймін. Әйелдің астыңғы жағына түсіп алып, сол астыңғы жағына айланып, төңіректеп, сол астыңғы жағынан шыға алмастан, астыңғы жағын искеп кетіп, астыңғы жағын искеп алып, мінекей мынаны искетесе барып тұмсығын тығып алып, искеп отыратын ақындар болып қалдыңдар. Ұят болды ғой сендердікі. Әпештер жігітсіңдер, немене ұялмайсыңдар ма? Немене қатындардың дамбалынан басқа нәрсесін сұраса болмас па еді? Қатындардың дамбалынан басқа нәрсесін жырласа болмас па еді? Ол айтады, анау қатын, мен дамбалым дейді, мұрныңа тығып искеп жүргің дейді. Сөз бе мынау енді? Халықтың ортасында мынау сөз бе, мынау сөз бе? Әберлерің беш тиын болып, сәпсем жерде жатқан қоқырсық болып кеттіңдер ғой сендер. Қоқырсық жақсы қайта, сендерге қарағанда. Жағы сасмай жататын. Сендер сасып кеттіңдер ғой. Орыстарда мынандай сөз бар. Говно не трогай, вонять не будет дейді. Сендер сасып кеттіңдер. Бір-бірлеріңнің жағы жүректеріңді түртіп, бір-бірлеріңнің жүрегіңдегі сасықты шығарып, халықтың жағын санасына тықылап атсыңдар. Әйел еркектің жүрегін түртіп атыр. Еркек әйелдің жүрегін түртіп атыр. Екеулерің жүректеріңді сасып кеткен, бықсып кеткен, шіріп кеткен. Сол шірген жүректен ауыздан лақылдап тұрып жағы жаман сөздер шығып кетіп атыр. Соны мінекей халықтың санасын улап атсыңдар. Қазіргі кездерде жырлайтын ештеңе жоқ па сендерге? Халық теңселіп жүр ғой қазір көшеде. Халық не істерін білмей жүр ғой. Халық қазір есауып жүр ғой, не істерін білмей. Енді өлгін көметін 2 метр жер таппай жүрген кездерде сендер қай-қайдағы қатындардың орманына кіріп алып, қатындардың орманына адасып кеттіңдер ғой сендер. Астыңғы жақтағы ормандарына кіріп алып. Бет қалмады сендерге. Анау қосылайық деген бағдарламадан құтыламай отырған кездерде қосылайықты көріп алып, жүрегімізге пышақ шаншығандай болып жатыр еді. Сендердікі огонь жасап кеттіңдер ғой, мына қосылайық деп отырған жердегі анау отырған қыздардан, ұлдардан. Ей, тоқтатыңдар мынандай сөздеріңді. Мынандай айтыс болғаннан гөрі айтысын болмағаны жақсы. Мынау әтей сендерді шығарып жатыр, халықтың санасын уласын, жастардың санасын уласын деп. Күлкілі, біздер үшін күлкілі емес, сөйерде біреулер үшін күлкілі шығар, біздер үшін күлкілі емес, айтып жатқан сөздерің қайғылы болып кетті. Біздер қайғырып отырмыз. Қайқа кетіп бара жатырмыз біздер. Жастарымызды мына ақындар қайқа кетіп бара жатыр деп. Ақын деген халықтың ортасында көш бастаушы, мынандай жырларменен халыққа жол көрсетуші болмай ма екен? Алып жағы тұманның ішіне кіріп алып, әйелдердің астыңғы жағындағы иісіне мас болып отырасыңдар. Беті жоқ өңшең. Әйелдер отыр, сендердің астыңғы жақтарыңдағы иіске мас болып. Сол әйелдердің күйеуі жоқ па екен, ана әйелдердің күйеулері? Қызғанатын дәйіз ғой ана әйелдердің күйеулері. Сендердің алдарың отырғызып қойып, аузына не кіріп, не шықпай жатыр. Енді жағы сенің алдындағы отырған әйелдің, я болмаса сенің алдындағы отырған қыздың әкесі болмаса ағалары төсек сап беруден басқа ештен қалмады. Жеңгелер төсек сап беру керек болып қалды. Ма екең жатыңдар енді, басқа ештен қалмайды, жатыңдар деп сахнаға төсек сап беруден ештен қалмады. Ана жерде қыздардың әкелері бар ма? Ағалары бар ма?
інілері бар ма? Дәйістер. Не болды аналардың алдына отырғызып қойып, қатыныңды отырғызып қойып, сен қатыныңның дамбалын сұрамадыр. Қандайсың сен? Дәйіс. Қатының дамбалын сұрағаны басқа жағы сұрағанмен бірдей емес па? Қарамайсыңдар ма кішкене қатындарыңа? Еге болмайсыңдар ма қатындарыңа? Жіберіп қойдыңдар ғой қатындарыңды. Енді анау домбыра ұстап отырған ақынның жағы қойына сап беруден басқа ештеңе қалмады ғой сендердікі. Мынандай айтыстарыңды тоқтатыңдар, керек емес мынандай айтыстарыңның.